Представь, мынау тілі былай тұр ғой. Сен шаңға ауыз бүйтіп қойсаң былай болады тілі. Правильно? Сен былай. Сен ана жерге екі тіс тұр. Сен бүйтсең қазір мынау тісіңе тақ. Ортасында. Ернімен просто. Бәрі. Былай істейсің. Былай келеді, ортасына прям 90 градус. Елена былай тұтырма. Қаққан кезде бүйтіп бақпайсың, 90 градус. Қазір бүйтіп бас жүргенін көрсетеді. Ровно. тиіп отыр, значит, сен қисықтар болсын. Ана дұрыс болып тұрмыз. Ол тіске тию керек. Тіске тигеннен кейін тіске тигізбей. Градус, тақта тұр. Ровно. Былай ровно. Сен артыласың. Сен как былай бүгесің, сен өтірген әрі тартыласың. Ровно. То есть, енді сен өзің айна қарады зетте. Тісіңе тисе, значит, сен неправильно тартыласың. Бүйтіп тартсаң, конечно, темір былай екі шетке қарайды. Надо былай үшін. Жетпеу керек, бүйтсе ол тіске. Ровно ол үшін сен 90 градус мынаны. Сен бүйтіп тартып қоймайсың, анау просто проходишь ровно. Одан кейін неме? Тіліңді бәрі жинайтын болса тісіме тиіп отыр, өйткені тісіңе тиіп отыр, значит, дұрыс емес боласың. Жан-жағын жапшы, жан-жағын жап, ерінмен жап. Енді қағып жүрді қосын бұл, тырнағын тез. Тіске тиіп отырсың, сен бүйтіп тартып тартасың. Ровно. Мынаны қойып жүрші.
бізде түсіндің ғой бұл аспаптан таяқ жемеудің жолын ізде